Дүбірлі дүние көз ілеспе жылдамдықпен даму үстінде. Адамзат баласы ғылым мен техниканың үздіксіз жаңалықтары мен ақпараттар ағынына ілесе алмайтындай жағдайға жетті. Алдағы уақытта осындай құбылмалы өзгерістерге дайын, заман талабына сай келетін саналы ұрпақты қалыптастыру мақсатында Назарбаев зияткерлік мектептері зор үлес қосуда. Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2009 жылы тұңғыш президенттің 20 зияткерлік мектебі жобасы аясында ашылды. Осы жылдар аралығында 15 рет алғашқы қоңыраумен, 15 рет соңғы қоңырауын соққан білім ошағымыз қаншама жас ұрпақты тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатып келеді. Сол салтанатты күннен бастап мектеп ұжымы мен оқушылары үнемі жоғары жетістіктерге жетіп, білім беру саласының флагманына айналды. Бүгін біз өткен кезеңге көз тастап, 15 жылдық мерейтойымызды мақтанышпен атап өтеміз. Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары білім беру сапасын жоғары деңгейге жеткізіп, өз салаларының үздіктері атанды. Мектебіміздің алғашқы директоры Абдильдина Жанар Нұрбапашевнадан бастап, қазіргі директорымыз Алтынбеков Аян Сериковичке дейінгі басқарушылар мектеп дамуына айрықша үлес қосты. Көрнекті ұстаздарымыздың жетістіктері де назардан тыс қалған жоқ. Мектептегі 104 мұғалім пәндер бойынша 10 әдістемелік бірлестікте жұмыс жасауда. Ұстаздарымыз республикалық сайыстарда жүлделі орындарға ие болса, мектебіміздегі 20-дан астам мұғалім авторлық құқыққа ие материалдар әзірлеп, білім саласына қосқан үлесі үшін ерекше бағаланды. Мектебімізде әртүрлі бағыттағы 40-тан астам сертификатталған тренерлер жұмыс атқарады. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы педагогикалық шеберлік орталығымен бірлесе отырып, 50-ден астам әдістемелік оқу құралдары мен нұсқаулықтарын жарыққа шығарды. Мектеп ұстаздары ESSER, WALS, Global Scholars халықаралық конференцияларына қатысып, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім саласын бақылау комитеті ұсынған жарияланымдар мен Scopus, Web of Science, Country халықаралық базаларына енген журналдарда мақалалар жариялауда. Осындай білікті мамандарымыздың пәнге деген құштарлығы мен кәсібилігі оқушылардың толағай табыстары мен жетістіктеріне арқау болды. Мектеп оқушылары да осы уақыт аралығында биік белестерді бағындырды. 25-тен астам оқушымыз халықаралық байқауларда жеңіске жетіп, Америка, Оңтүстік Корея, Швеция, Швейцария, Қытай, Чехия, Таиланд, Индонезия, Ресей және басқа да елдерде Қазақстан намысын қорғады. Халықаралық олимпиадалар мен республикалық сайыстарда да жоғары нәтижелер көрсетіп, мектептің, елдің мақтанышы атанды. Зияткерлердің стартап жобалары мен зерттеу жұмыстары да жоғары бағаланып, әлемді өзгерту жолындағы зор талпыныс болды. World Robot Olympiad, Regeneron International Science and Engineering Fair, Rise Global for the World байқауларындағы жеңістер бұның айқын дәлелі. Сондай-ақ мектеп тарихында тұңғыш рет оқушыларымыз Шырмауық лигасы қатарына кіретін Пенсильвания университетінен шақырту алды. Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі қашаннан Ақмола облысы мектептерінің ұстаздарының тәжірибе алмасу алаң еді. Бұны 15 жыл ішінде өткен өңірлік конференциялар айғақтайды. Зияткерлік мектептер тәжірибе алмасудың әдістемелік орталығы ретінде өңірлерде оқытудың озық тәсілдерін үйрете бастады. Тәжірибе онлайн сабақтар, семинарлар, шеберлік сыныптары, пән апталықтары, ашық есіктер, ғылыми тәжірибелік конференциялар, ата-аналар және оқушылармен кездесулер арқылы таратылады. Осы жылдар ішінде 1000-нан астам іс-шара мен біліктілікті арттыру курстары ұйымдастырылды. 2013 жылдан бастап Қазақстанда алғаш рет Көкшетау қаласындағы зияткерлік мектепте қазақ тіліне бойлау әдісі енгізілді. Бұл әдіс өзге ұлт балалары мен қазақ тілінде сөйлемейтін қазақ балаларына бағытталған. Бойлау әдісі оқушылардың қазақ тілін тереңірек меңгеріп, сөйлеу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оны іске асыруда басты рөлді тіл үлгісі бола алатын мұғалімдер атқарды. Оқыту үдерісіне ата-аналарда белсенді жұмылдырылды. Тілдік ортаға ену сыныптарының ата-аналары 2016 жылы Таллин қаласындағы жазғы тілдік лагерде Эстонияның тілдік ортаға ену әдісін жүзеге асыру тәжірибесімен танысты. Қазақ тіліне бойлау әдістемесін зияткерлік мектептерде енгізудің оң нәтижелеріне байланысты 2018 жылдан бастап республикадағы мектепке дейінгі ұйымдарда бұл тәжірибені тарату жүзеге асырылды. Мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне арналған қазақ тіліне бойлау жобасын енгізу бойынша вебинарлар, семинарлар және шеберлік сыныптар ұйымдастырылды.
Серіктес мектептер жобасы аясында мектебіміздің оқушылары Ұлыбритания, Үндістан, Ресей, Польша, ақш және Украина елдеріндегі өздері сияқты білім алушылармен тығыз ынтымақтастық орнатты. Онлайн кездесулерде түрлі бағыттағы ғылыми жобалар тақырыптары талқыланып, туристік көрікті жерлер туралы ақпарат алмасу жүргізілді. Сондай-ақ елдердің дамуындағы ортақ ұқсастықтар анықталды. Оқушылардың пікірінше, тұрақты түрде өткізілген онлайн конференциялар танымдық әрі қызықты болды. 2015 жылы білім саласындағы соңғы жаңалықтар мен жоғары стандарттарды одан әрі ілгерілету үшін құрылған әлемнің танымал ұйымының сарапшылары аккредиттеу алдындағы жұмыс сапарымен Көкшетаудағы НС-ке арнайы келіп, өз нұсқаулықтарын беріп кетті. 2017 жылы Халықаралық мектептер кеңесі мүшелерінің қатысуымен Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі ресми түрде CIS аккредиттеуінен өтті. 2023 жылы мектебіміз қайта аккредиттеуден өтіп, халықаралық талаптарға сәйкес келетінін тағы бір мәрте дәлелдеді. Зияткерлік мектебіміз өз түлектерінің бойына терең біліммен қатар, маңызды өмірлік дағдылар мен құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, еңбек және шығармашылық сияқты құндылықтарын қалыптастырып, олардың қоғамға пайдалы, саналы азамат ретінде жетілуіне жол ашты. Мектеп қабырғасында алған сапалы білім оқушылардың ғылыми жобаларда, зерттеу жұмыстарында және халықаралық байқауларда жоғары нәтижелер көрсетуіне негіз болды. Ұстаздар мен мектеп қауымдастығының үздіксіз еңбегінің нәтижесінде мектеп түлектері бүгінде өз салаларында табысқа жетіп, еліміздің болашағына үлес қосуда. Олардың қатарында ұлағатты ұстаздар мен білікті дәрігерлер, кәсіпкерлер мен IT саласының қызметкерлері, сондай-ақ өзге де маман иелері бар. Біздің түлектер бүгінде өз отанымызда ғана емес, халықаралық компанияларда да табысты қызмет етуде. Өскелең ұрпақты үйірме жұмыстары арқылы өнерге баулу және үйлесімді дамыған, креативті тұлғаны қалыптастыру үшін мектепте 30-дан астам үйірме мен қосымша білім беру секцияларының жұмысы тиімді жолға қойылған. Бұл үйірмелер жас ұрпақтың рухани дүниесін байытуға, ұлттық өнерімізді пайдалана білуге бағытталған және жас зияткерлерді әсемдік пен сұлулықты көріп бағалай білуге, қазақтың ұлттық өнерін құрметтеуге тәрбиелейді. Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі өз жетістіктерімен білім саласында жаңа биіктерді бағындырып, әрбір оқушысы мен ұстазының қажырлы еңбегі арқасында болашаққа жарқын жол салып, ел үмітін ақтайтын саналы ұрпақты тәрбиелеуде өз миссиясын жалғастыра береді. 15 жылдық мерейтой құтты болсын.